Қымбатты оқушы, біз бүгін нүкте қай жерде қойылады? Міне сол туралы сабағымызды өтеміз. Нүкте көбінесе хабарлы сөйлемдерден кейін қойылады. Қоңыр күзеді. Мен саған қазақ тілінен сабақ түсіндіріп тұрмын. Міне, мұндай сөйлемдерден кейін, мінекей, жай ғана екпінсіз айтылған, хабарлап баяндап тұрған сөйлемнен кейін, сөйлемнің соңында нүкте екен. Бұл аса көп кездесетін түрі. Нүкте драмалық шығармадағы кейіпкердің атынан кейін қойылады. Драмалық шығарма дегенде, мысал үшін, Ақан сері Ақтоқты, Қозы көрпеш Баян сұлу, міне сол жерде барлық шығармалардың қатысушы адамдардың аттары тұрады ғой. Міне содан кейін нүкте қойылады. Мысалға, мінекей, Ақан, өмір теңіз, таба алмадым өткелін. Міне, Ақан деген сол қатысушы адамның сөзі, мынау соның сөзі. Міне осы жерге нүкте қойылады екен. Үшінші, тағы да осы драмалық шығармаларда авторлық ремаркадан кейін қойылады. Мысалы, Нұрхан, мынау жаңа шығарманың атының, кейіпкердің атынан кейін қойылып тұрған тыныс белгі. Кім бар? Міне ремарка деген мынау. Кім бар? Ал енді осы жерде есікті ашады. Міне осы жерде авторлық ремарка жақшаның ішіне нүкте қойылады. Бұл авторлық ремаркадан кейін қойылатын қимылға байланысты қойылып тұрған тыныс белгі екен. Одан кейін адамның аты жөні қысқарған кезде қойылады. Мысалы, міне, Әуезов, Мұхтар Әуезов екенін біз білеміз. Абай дейміз. Кейде өлеңдерінің соңына қоя саламыз. Құнанбаев екенін онсыз да білеміз. Немесе Ғабиден Мұстафин дегенді Мұст. Міне, Ғабит Мүсіреповті Мүс деп белгілеп отырамыз. Мінекей, бұндай кездерде адамның аты жөнін қысқарған кезде де арасына нүкте қойылады екен. Газет журналдардың атауларында қысқартып жазған кезде, мысалы, Қазақ әдебиеті, Егемен Қазақстан. Міне осындай газеттердің аттарында міндетті түрде міне мынадай бас әріптерін ғана қойып, арасына нүкте қойып отырады екенбіз. Одан кейін кейбір шартты сөздер олардың арасына да қойылады. Тағы басқа, тағы сол сияқты, тағысын тағылар дегенде бәрі кіші әріппен жазылады да арасына нүкте қойылып отырады екен. Бұл нүктенің қойылатын тағы бір жері екен. Одан кейін мынау ғасыр, жыл, секунд, ай аттарынан келгенде де дәл осы жерге нүкте қойылады екен. Мысалы, Ахмет Яссауи кесенесі 12-ші ғасыр. Міне 12-ші ғасыр дегеннен кейін мына жерде нүкте қойып отырмыз. Немесе 10-ші ғасырда Шақпақ атаның жер музей кесенесі. Міне сондай ғасырдың, жылдың аттарынан, секундтың даже айдың аттарынан кейін де нүкте қойылады екен.